Тышқан мырза. Мына аяғыңызға салмақ түсірмей айтқан кеңестерімді орындаңыз. Көп ұзамай аяққа тұрып кетесіз. Оқасы жоқ, көмегімді тигізгеніме қуаныштымын. Сағат тауып алдың ба? Сен сағат болғың келе ме? Жүгіріп келесің. Уақытың жоқ па? Жоқ, сен кешіктің бе? Мен кешіктім. Өте маңызды кездесу еді. Өте. Хан сарайында Селестия ханшайымның құрметіне дастархан жайылып, ханшайым Панивилиядағы кешке келетін болған. Бәрі барамыз деп уәде берген. Басталды. Мен кешіктім. Рахмет, Энджел. Егер сен айтпағанда мүлдем ұмытып кетер едім. Ал понилер менің келмегеніме таңғалар еді. Ой, жарайды, кешіктім. Жарайды, көріскенше. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Феникс, 22-ші бөлім. Сонымен, ханшайымның күзетшісі болу үшін не істеу керек? Ақысын жақсы төлей ме? Әй, кім бар? О, жарайсыңдар. Қойындашы, ішім пісіп кетті. Үлгердім-ау. Тоқта, сен кімсің? Олай болса, мен үйге кеттім. Бәрі дұрыс, мырза. Ол тізімде бар. Рахмет, Твайлайт. Келгенің өте жақсы болды, Флаттершай. Сенсіз қызықсыз болар еді. Қалдарың қалай, достарым, жақсы ма? Тағы не әкеп берейін, алтындарым? Құрметті қонақтар. Бәрі жақсы, Кейк мырза мен Кейк ханым. Кешіккенім үшін кешірім сұрайын, бір науқасқа көмектесіп едім. Сен кішкентай жануарларға үнемі қамқор боласың. Селестия ханшайымның сені ұнатып қалары сөзсіз. Солай болар. Солай болар, анық, Флаттершай. Твайлайт, мұндай кездесуде мен ғана қатты толқитын шығармын десем? Жоға, мен тек ханшайымға достарым ұнаса екен деймін. Ол бізді көрді ғой. Және хаттарым арқылы таниды. Бірақ бүгін сендермен бірінші рет кездеседі. Әрқайсың жақсы әсер қалдырғаныңды қалаймын. Жарайды, бізге алаңдамасаң да болады. Оның үстіне бұл жай ғана бас қосу емес пе? Маған тимеңдер. Көйлегімді бұлғап алмаңдар. Абайла, үстіме төгіп алма. Дәмді сияқты. Бұл не? Көйлегім бұлғанады. Аулақ жүріңдер. Жай ғана бас қосуға ұқсамайды. Мұнаның қайсы салат, қайсы тіске басар? Бірінші неден бастап жеуім керек? Болды, керек емес, қарным тоқ сияқты. Бәрі жақсы, Твайлайт Спаркл. Достарымның осындай болғанда тұрған не бар? Ханшайым мұны байқамайды қалады. Бәштер, тәттілер, пирогтар. Шоколад бұрқағы. Қандай тамаша. Мұнаны жемейсіз бе? Айып етпеңіз, мәртебелім. Еш нәрсе етпейді. Рахмет.
Тағы 4 ал кеселер бос. Көріп тұрмын қымбаттым. Оу, рахмет. Оқасы жоқ мәртебелім. Тағы да рахмет. Оқасы жоқ мәртебелім. Болдым. Қалың қалай Флаттершай? Флаттершайсың ғой. Мен бе? Иә, мәртебелім. Twilight Sparkle'дың хаттарынан түсінгенім, сен барлық қорғансыз жануарларға қамқор болады екенсің. Иә, жануарларға қамқор болғым келеді. Мен де ханшайым ретінде үлкен кіші барлық жаратылысқа қамқор болуым керек. Мен үшін ең маңызды нәрсе қол астындағылардың амандығы. Филомена, жарқыным, ояныпсың ғой. Құрметті қонақтарымызбен амандас. Ой, ол ерекше қыз, солай емес пе? Мен мұндайды ешқашан көрмеппін. Мәртебелімі, сізге шұғыл түрде кету керек. Солай ма? Әрине мен баруым керек. Понилер, айып етпеңдер, кешіміз ертерек аяқталатын болды. Мэр мені кездесуге шақырыпты. Жұмыстар бар көрінеді. Менімен бірге уақыттарыңды өткізіп, көңілімді көтергендеріңе рахмет. Енді тамақтана беруге болады. Қарным шырылдап кетті ғой. Орындарыңнан қозғалмаңдар. Шыққанша көйлегімді бұлғап алмауым керек. Ешкім қозғалмасын, әрі тұр. Кейін шегіндейм. Тұрыңдар солай. Спайк, ханшайыммен кездесудің қалай өткенін білмеймін. Әйтеуір, қорқатын еш нәрседе болған жоқ. Ой, байғысым-ай, мұндай күйге қалай түсіп жүрсің? Уайымдама, Филомена. Сені емдеп жазам. Бәрі ханшайым үшін. Оның саған қарауға уақыты да жоқ шығар. Ханшайым менің көмегімді бағалайтын шығар. Қап, сені тез арада төсекке жатқызу керек. Міне. Бәрі мен ойлағаннан да нашар. Саған дереу дәрі беруім керек. Міне, ала ғой, Филомена. Бұл саған ем болады. Флаттершай дәрігер бәрін ойластырып қойған. Кейде. Мұның қызық екен. Кез келген ауруды емдеу үшін үй сорпасынан артығы жоқ. Қане, ше ғой, мені тыңдамасаң жазылмайсың. Көрдің бе, өте дәмді, саған өте пайдалы. Қане, аз ғана, міне, аз ғана, бір ұртта. Балапаным-ай, уайымдама, Филомена, саған не істеу керегін білем, осында күте тұр, бір нәрсе әкелем. Қарашы, Филомена, саған қанатты дос әкелдім. Хемингуэй де бір кезде қатты ауырып ем жасауға мүмкіндік берген. Енді міне, құлан таза айығып кетті. Солай ма, балақай, жаңа досың Филоменамен амандас. Қарашы, сен оған ұнап қалған сияқтысың. Енді сенің кезегің, Филомена. Қане, баста.
еш нәрсе етпес. Жөтеліңе ненің көмектесетінін білем. Ыстық бұл. Сергітеді. Ал енді жағдайың қалай, Филомена? Жақсы ма? Ой. Бәрі дұрыс. Саған қалай да қамқор болам, уайымдама. Жағдайың әлі жақсарып кетеді. Ароматерапияға қалай қарайсың? Ыстық ванна ше. Жақпамай ше. Скальпель? Хирургиялық лента? Қауырсындар? Ой, Филомена, сенің денсаулығыңды қалпына келтіру оңай ма десем, қолымнан келгеннің бәрін істедім, бірақ жағдайың жақсарар емес. Не істесем екен? Сәлем, Флаттершай, қалың қалай? Жолай ханшайымға жақсы әсер қалдырғаның үшін алғыс айтайын деп кірген едім. Селестияның ұйқысы мұнда не істеп отыр? Бұл байғұсты ол жерге тастап кете алмадым. Оған менің көмегім керек. Жоқ, бұл жақсылық емес. Оған көмектеспей кете алмадым. Бірақ ол сенің құсың емес. Бір нәрсе істеуім керек болды ғой. Ешкімге еш нәрсе айтпастан, рұқсат сұрамастан ба? Бірақ... Сенің ниетіңнің дұрыс екенін білем, бірақ ханшайымның құсын қайтаруың керек. Бірақ... Дұрыс айтасың. Жарайды, үйіңе апарайын. Тездетсек, оның жоқ екенін байқап қалғанша үлгіреміз, Флаттершай. Twilight Sparkle'ды осы жерден табасыңдар деді. Ханшайымның құсы жоғалып кеткенін хабарлаймыз. Солай ма? Мүмкін емес. Осы түнгі салқынды ма? Бірақ қазір күндіз ғой. Күндізгі салқын тіпті жаман. Ал сендер ханшайымның құсын тапқыларың келсе, жолдарыңнан қалмағандарың дұрыс. Филомена меді, бұл жағдайды хабарлағандарың үшін рахмет. Сау болыңдар. Не істемексің? Филоменаны есіне апарамын. Қазір емес. Неге? Егер құсын алып кеткеніңді білсе, ханшайымның саған не істейтінін білмейсің ғой. Ал сен ше? Мен? Жоқ. Бұл ойың жақсы емес. Ол сені эквестриядан қуып жібереді, немесе абақтыға қамайды. Немесе әуелі қуып жібереді де, содан кейін өмір бойы қапасқа қамап қояды. Ханшайым шынымен солай істейді деп ойлайсың ба? Иә, әрине олай істемеуі де мүмкін ғой. Бірақ байқап көргің келе ме? Білесің бе, бірақ мен бар болғаны байғұс Филоменаны емдегім келді ғой. Мұның ізгілік шығар. Саған абақтыға хат жазып тұрам. Әрине, егер мені де хат жібере алмайтын бір жерге аттандырып жібермесе, онда сен жазасын, келістік пе? Өтінем, Twilight, маған Филоменаны емдеуге көмектес. Сол кезде оны ханшайымға қайтара аламыз. Сонда бәрі жақсы болады. Сонда сен оған дәрі бердің бе? Беруге тырыстым, бірақ жемей қойды. Онда зорлықпен жегіз. Ондай жұмсақ болуға болмайды, Флаттершай. Науқасқа кімнің дәрігер екенін көрсетуің керек. Оны қайта ұша алатындай қылып емдеу керек. Ол ұша алмайды. Сылтау айтпаймыз. Болды, енді не істейміз? Ол қауырсындарын жұлып тастайды екен. Қалғаны жөтелген кезде өзінен өзі түсіп қалады. Міне осылай. Бұл оған ұнамайтын сияқты. Басқа амалымыз жоқ. Әйтпесе ол жазылмайды. Әрине, бірақ... Енді? Негізі, ол төсекте жату керек. Бірақ мен оны жатқыза алмадым. Сенің қарсы алдыңдамын.
Бәрі сен үшін ғой, Филомена. Уәде берем, өтінем. Тынышталып, біраз ұйықтап алшы. Мынау қандай сорпа? Тәбетім ашылып кетті. Оны Филоменаға арнап пісірген, бірақ ішпей қойды. Ол қазір түк қалдырмай ішіп қояды. Ей, қайда кеттің? Жоқ, Филомена, кері қайт. Не істеп жүрсіңдер? Жарысып жатсыңдар ма? Мен де ойнайыншы. Кешірші. Кешірім сұраймын. Мені түсір. Не болды? Біз іздеп жүрген. Қаншайымның құсы. Филомена, төмен түсші, жарақаттанып қаласың. Сені қағып алам. Мұнда не болып жатыр? Твайлайт? Иә, мәртебелім. Біз ағаттық жасадық. Бәріне мен кінәлімін. Жоқ, ханшайым. Флаттершай еш нәрсе істеген жоқ. Бұл менің кінәм. Жоқ, мен кінәлімін. Сен де көмектеспекші болдың ғой. Көмектесе алмадым. Сен араласпа. Ол маған ұрыспайды. Бірақ мен кінәлімін ғой. Жоқ, мен кінәлімін. Мен кінәлімін. Не жайында айтып жатырсыңдар? Мені қорғап жатқаныңа рахмет, Твайлайт. Бірақ Селестия ханшайым, сіздің құсыңызды алған мен едім. Байғұс құсқа көмектескім келген. Кейін өзіңізге қайтарып берем дегем, шын сөзім. Егер мені қуып қапасқа қамап қоям десеңіз, өз еркіңіз білсін. Кешіріңіз мені. Қойсаңшы енді, Филомена. Бәрін әбден қорқыттың ғой. Сен бұйырмасын. Бұл не? Филоменаға не болды? Филомена осы ғой. Оның ерекше екенін айтып едім ғой. Бірақ Феникс үшін ерекше еш нәрсе жоқ. Солай емес пе, Филомена? Феникске? Феникс ерекше ғажайып құс. Олар көбінесе сау саламат жүреді. Бірақ уақыт өте келе, қауырсындары түсіп, өзі жалынға айналып, жаңарып шыға келеді. Бұл дегенің өте әсерлі емес пе? Күлге айналған Феникс өзінің сұлу қалпына қайта оралады. Бұл Феникстер үшін қалыпты жағдай. Меніңше Филомена аздап тентектік жасап, сенімен әзілдескісі келген сияқты, Флаттершай. Қане, кешірім сұрай ғой. Сонда мені елден қуып қапасқа қамамайсыз ба? Мен абақтыға жауып тастамайсыз ба? Жоқ, қамамаймын, кішкентай пони. Ондай ой саған қайдан келіп жүр, қымбаттым? Бәлкім менің қиялым жүйрік шығар. Флаттершай Филоменаға қамқор болу үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Адал ниетіңді бағалаймын, алтыным. Бірақ әуелі менен сұрауың керек еді. Филоменаның Феникс екенін айтсам, осы қиындықтың ешқайсысы болмас еді. Білем, олай істемеуім керек екен. Бірақ келесі жолы бұлай істемес бұрын рұқсат сұраймын. Бұл сабақ туралы жазуым керек пе, ханшайым? Жоқ, осы да жеткілікті. Ұмытып қалмауға тырысамын. Әдемі екен. Рахмет, Филомена, маған ренжіме.
Феникс, күзетшілердің мұрнын қытықташы. Жиырма екінші бөлім соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.